Саламатсыздар ма? Бүгін біздер жауын құрты немесе шұбалшан туралы біраз ақпараттар айтатын боламыз. Негізгі атауы жауын құрт немесе шұбалшан. Мекен ететін ортасы Антарктидадан басқа барлық материктерде. Ұзындығы 2 сантиметрден 3 метрге дейін жетеді. Жауын құртының ұзындығы мекен ететін ортасына байланысты. Мына бейнебаянда шұбалшанның ұзындығы шамамен 60 сантиметрге шейін жетеді. Қан айналым жүйесі тұйық, яғни олар жүрекшелерден, арқа қан тамырлары және құрсақ қан тамырларынан тұрады. Жүйке жүйесі түйінді, яғни нақты қалыптасқан миы жоқ. Бірақ оның орнына жұтқыншақ үсті түйіні, жұтқыншақ асты түйіні және де құрсақ жүйке тізбекшелерінен тұрады. Құрылысына келетін болсақ, шұбалшан алдыңғы бөлігі, денесінің артқы бөлігі сақина тәрізді бөлінген сегменттерден немесе буылтықтардан және іріленіп түсі ақшылдау болып тұрған белбеушеден тұрады. Шұбалшан гермафродит, қос жынысты, яғни сол жауын құртында аталық жыныс мүшесі де, аналық жыныс мүшесі де кездеседі. Жұмыртқалар белбеушеде ұрықтанады. Ұрықтану соңынан белбеу дене сілемейлі бөлінді бөлінеді. Сөйтіп, белбеуше сыртындағы түзіліс құрт денесімен біртіндеп сырғиды да піллаға айналады. Пілладан ересек дарыққа ұқсас жас шұбалшандар өмірге келеді. Құрметті оқушылар, қандай да бір қателіктер болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып, кеңес берулеріңізге болады.